Сәлем, сіздермен жолы болғыш, және бүгінгі видеоның тақырыбы ол қалай тығыз графикпен кітап оқуды бірге алып жүруге болады. Мен нақты өзімнің блокнотыма 8 бір идея, жоспар, кеңестерді жазып шықтым. Өзім қолданатын және өзім әрқашан өзіме еске салып жүретін, сондықтан сіздерге де пайдалы болады деп сенемін. Ендеше кеттік. Бірінші ол бізде айтқанымдай жоспар. Егер сіз күнделікті өзіңіздің өміріңізді жоспарлайтын болсаңыз, онда сол жоспарға міндетті түрде кітап оқу деген пунктті қосып қою керек. Өйткені егер ол сіздің жоспарыңызда болмаса, ол сіздің күніңізде жоқ. Бірақ екінші тип адамдар бар. Мысалы, мен өзім қалай айтса болады, екі типке де қатынасатын адамдардың түрі боламын. Өйткені мен кейде өзімнің күнімді жоспарлаймын, кейде мен күнімді жоспарламаймын. Бірақ кітап оқумен жай ғана әдетке айналып кеткендіктен мен оны күнделікті жасаймын. Ал егер сізде ондай әдет қалыптаспаса, және ол әдетті қалыптастыру үшін не істеу керек деген сұраққа жауапты бүгін бұл видеодан табасыздар деп сенемін. Бірінші, ол егер сіз жоспар құратын болсаңыз жаңағыдай, онда сол жоспарға міндетті түрде кітап оқу дегенді қосып қойыңыз. Екінші, бірақ ол бірінші орында тұру керек деп ойлаймын, ол бізде не мақсатпен сіз кітап оқығыңыз келеді. Өйткені адам бір іс-әрекет істердің алдында оны не үшін істейтінін мотив дейді ғой, сол болу керек адамда. Егер ондай бір мотив жоқ болса, не үшін мен кітап оқимын деген сұраққа сізде толыққанды нақты жауап болмаса, онда бір 80%-ға сенімді болуға болады сіз кітап оқымайтыныңызға. Өйткені егер сіздің миыңыз бұл сұраққа 100% жауап бере алмаса, онда сіздің миыңыз ол іс-әрекетті не үшін істеймін деген сұраққа жауап беру арқылы ол іс-әрекетті жай ғана істемейді. Яғни менің миымда ол кітапты не үшін оқимын, яғни маған біріншіден ұнайды, екіншіден мен бір нақты кітаптардың тізімдері бар, және мен сол кітаптардағы ақпараттарды білгім келеді. Сондықтан егер сізде мысалы жай ғана расширить кругозор деген сияқты эрудицияны дамыту немесе өзіңіздің салаңыздағы ең мықты маман болу болса, онда сол мысалы кәсіби шығармаларды оқуға болады, және ең бастысы ол осы сұраққа жауап беру керек. Мен не үшін кітап оқуым келеді? Яғни мен не үшін кітап оқуға күнделікті өмірімнің бір нақты бөлшегін бөлу керекпін? Өйткені егер уақыт бөлінбесе, уақыт біздің қолымыздағы бар тегін және ең қымбат ресурстардың бірі, және ол ресурсты сіз өзіңіздің мақсаттарыңызға жету жолында осындай бір нақты іс-әрекеттерге жұмсамасаңыз, онда сіз ешқандай мақсатқа жетпейсіз. Пассивті болмаған шығар деп ойлаймын. Үшінші бізде ол 5-10 минут деп аталады. Яғни бұл менің ең сүйікті кеңестерімнің бірі. Шамамен кішкентай кезімде мен негізі қалай айтса болады, кейбір кездері кітап оқитын адамдар біледі, не читун деген болады, яғни мүлдем кітап оқығың келеді, бірақ оқи алмайсың деген сияқты. Сол кезде мен бір блогерден естігем, қанша бет болса да оқы. Күнде қанша бет болса да оқы. 0 бет оққаннан гөрі 1-2 бет оққан жақсы, 10 бет оққан жақсы, 1 глава оққан жақсы деген сияқты. Сондықтан жай ғана күнде бүгін кітап оқыған жақсы, оқымай қояйын деген сияқты емес, ашып бір 5 бет болсын оқып шығыңыз. Одан сіздің ештеңіз кетпейді, бірақ сіздің миыңыз күнделікті кітап оқимын деген бір ойға қалыптасады және дағдыға бір үйренеді. Соның арқасында сізге кітап оқу, күнделікті кітап оқу әдетін қалыптастыру жеңілдірек болады. Төртінші, жаңағы қанша уақыт бөлсеңіз де оқыңыз дегенде 10 беттен бастау. Көбінесе адамдар күніне 100 бет оқу әрине оңай, егер басқа іс-әрекетің болмаса, немесе кейде болады күшті кітаптар оқығың келіп тұрған, қатты оқығың келіп тұрған, онда сен бұл кітапты бір күнде де оқып тастай аласың. Егер жаңадан бастап жатсаңыз, онда 5-10 беттен 10 беттік мысалы бір апта бойы 10 бет оқып жүріп, сізге жеңіл болса оқу, жылдам оқып үйренсеңіз, онда жайлап мысалы тағы 5 бетке көтеруге болады. Яғни бұл пункттың басты идеясы ол жылдам өзіңізге үлкен мақсат қою емес, өйткені ол кезде сізде демотивация болады. Ол дегеніміз біртіндеп өзіңіздің планкаңызды өсіру. Яғни 10 бет, 5, 10, 15 деген сияқты. Соның арқасында сіз өзіңізге нагрузка бересіз ғой, соған үйренесіз.
Бесінші бізде өзім түсініп тұрған жоқпын деп жазғанымды. Алтыншы айта берейін, ол достар челлендж және достармен спорттасу. 5 пен 6 менде пункттар жазылған. Ол дегеніміз, яғни сіз өзіңізді кітап не үшін оқимын деген сұраққа жауап бар, бірақ өзіңізді айтады ғой, ешқалай мәжбүрлей алмай жатырсаңыз, өзіңіздің күшіңіз батпай жатса, өзіңізді бір төсектен тұрғызып кітап оқу керек, немесе таңмен сәл ертерек тұрып 5-10 бет кітап оқуға өзіңіздің мұршаңыз болмай жатырса, онда мысалы достарыңызбен, отбасыңызбен, інілеріңізбен, сіңлілеріңізбен бір челлендж ұйымдастыруға болады. Немесе осылай интернетте челлендж ұйымдастыруға болады, күнделікті өзіңізді салып дегендей оқылған кітаптарға обзор, немесе жай ғана қазір read with me деген сияқты форматтар бар. Мысалы камераны қосып қоясыз да отырып оқисыз, таймер қоясыз, 10 минут оқисыз, күнде 10 минут, күнде видео саласыз деген сияқты. Сондай бір өзіңізді дағдыға келтіру. Челлендж арқылы біз мысалы адам магия утра кітабында айтылған, есімде тек сол кітап келіп тұр, көп кітаптарда негізі айтылған ол туралы. Яғни адам біреудің алдында бір жауапкершілігі бар болса, онда ол істі істейтініне бір 80% сенімді болуға болады. Өйткені тек қана өзінің алдында отчет беретін болса, онда ол істі істемеуі де мүмкін. Өйткені адам енді пенде болғандықтан ойлайды, кім көріп тұр, өзім білемін ғой, бүгін оқымай қойсам ештеңе етпейді деген сияқты. Ал егер сіз мысалы досыңызбен күнде 10 бет оқимыз, кім оқымады деген сияқты, оқығаннан кейін мысалы бір-біріңізбен сол 10 беттегі идеямен бөліссеңіздер болады. Ал кім оқымады, мысалы бір штраф, немесе жылдың соңына дейін мысалы бір жылда осынша кітап оқимыз деген сияқты сондай бір идеяларды қарастыруыңызға болады. Және 7-ші ол бізде транспорт деп аталады. Яғни егер сіз мысалы жұмысқа, универге, сабаққа, мектепке, білмеймін, кез келген транспортпен жететін болсаңыз, өзіңіз әрине машина айдайтын болмасаңыз, автобуспен немесе такси, метро сонымен жүретін болсаңыз, онда жолшыбай кітап оқуға кеңес беремін. Жай ғана автобуста отырғанда барлығы сияқты TikTok қарап отырмай, сол уақытты кітап оқуға неге жұмсамасқа. Қазір мысалы электронды доступта өте көп кітаптар бар электронды. Егер сіз мысалы сөмкеңізде орын болмаса, немесе өзіңізбен бірге бір қағаз кітап ұстап жүргіңіз келмесе, егер қағаз кітап ұнаса, онда өзіңізбен бірге қағаз кітапты да ұстап жүруге болады. Мен негізі жолда көбінесе оны қолданамын, және шынымен бір шама бетті оқытуға болады. Және кейбір кітаптар бар менде, кітаптар типтері тек қана телефонда, оларды мен тек қана жолда немесе бір тізімде кезекте тұрған кезде оқимын. Тізімде деп кезекте тұрған кезде оқимын. Мысалы бір дүкенге немесе поликлиникаға барам, және алдында 10 адам бар, босқа TikTok немесе тағы басқа желілерде отырғанша неге мен кітап оқымаймын деген сияқты. Міне осылай. Және 8-ші ол бізде тамақ ішу уақытында деп аталады. Негізі медицина жағынан тамақ ішкен уақытта қалай болады, көңіліңізді телефонға немесе кітапқа немесе басқа да нәрселерге бөлу, ол организм үшін зиян. Және негізі тамақ ішкен уақытта біз сол бүкіл фокус және вниманиеміз тамақта болу керек. Өйткені біздің ішкі құрылысымыз, организм жұмыс бастайды, метаболизм басталады деген сияқты. Бірақ мен өзім де сөйтем, және қоршаған ортадағы адамдардың көбі солай істейтін шығар деп ойлаймын. Егер олай істемесеңіз керемет, ал егер олай істесеңіз, мысалы таңмен TikTok қарап, және басқа да желілерді, WhatsAppта біреуге жауап беріп, біреумен сөйлесіп, соған құштқанша таңғы ас ішіп отырған кезде одан да кітап оқыңыз. Қайтадан, егер ыңғайлы болса, мысалы қағаз кітап, егер ыңғайсыз болса, телефоннан кітап. Мысалы телефоннан көп айтады ыңғайсыз оқу, өйткені мысалы уведомление келеді, ойын бөлініп кететін сияқты. Уведомление айырып тастауға болады, интернет айырып тастауға болады уақытша. Егер сізге бір маңызды және шұғыл ақпарат келеді, және келетін болса, және сізде міндетті түрде интернет қосылып тұру керек болса, онда амал жоқ. Концентрацияңызды дұрыстауға үйреніңіз. Керек емес чаттардың уведомлениесін бөлек айырып тастауға болады, ал керектердікін қалдыруға болады деген сияқты. Және тек қана солардан келген кезде көңіліңіз бөлініп, қандай сообщение маңызды ма, маңызды емес па қарайсыз да, ары қарай кітап оқуыңызды жалғастыруға болады. Яғни ең басты идеялардың бірі мен үшін ол кітап оқуға
қанша уақыт бөлу керек, күніне 30 минут жарай ма деген сияқты сұрақтарға басты қатырып керек емес. Жай ғана күнделікті кез келген қолыңыз бос болған кезде сіз ойланбай 5 минут қана отыра тұрамын деп, біз желілерге қалай кіреміз адамдар, 5 минут қарай тұрамын TikTok, Instagram'да деп кіреміз де жарты сағатқа кіріп кетеміз. Сол секілді 5 минут 5 бет кітап оқып жіберейін деп алып 5 бет кітапты оқып жіберіңіз, одан да и 5 минут TikTok немесе Instagram'да отырғанның орнына. Міне осылай. Егер кеңестер пайдалы болса және басқа да сіздердің ойларыңыз болса осы тақырыпқа қандай кеңестерді қосуға болады, комментарийде өз ойларыңызды жазыңыздар. Көңіл бөлгендеріңіз үшін рахмет. Сау болыңыздар.